الرحمن الرحيم. الدرس السادس والثلاثون وتسألتنش سبق. сөздіктер либас киім, әлбиса киімдер, қамис көйлек, аша кешкі ас, тарбуш қалпақ бас киім, рида пальто, турра куртка, тағадда түскі астану, тааша кешкі ас жеу, акбар үлкенірек, асғар кішірек, любс кию, банталун шалбар, заманауи шалбар, сируал бұл да шалбар, бірақ ескі шалбарлар айтады. Бұрынғы замандағы үлкен кең тұратын шалбарлар. Қумашун мата, ғада түскі ас, садра кеудеше, ләмма кезде, уақытта мағынасына білдіреді. Тақдим алып келу, даярлау, хията тігу, низа шешу. Илбас ридак шеш пальтоңды. Азыр ридаун тауилун джиддан. Бұл пальто өте ұзын. Хаза турбуш джамил. Бұл бас киім әдемі. Инзақ садратука қадимата ва илбас садратакал джадида. Шеш ескі кеудешеңді және ки жаңа кеудешені. Фаридun янзау садратуху. Фарид шешіп жатыр кеудешесін. Албисатука васихатун джиддан наззафха билфурша. Киімдеріңді, сенің киімдерің өте лас. Тазала оны щеткамен. Ал-хадимату туназзифул албисата билфурша. Қызметші ел тазалап жатыр киімдерді щеткамен. Илбас дурраатак. Шеш күрткіңді. Лабисту садрати ва банталун ва дурраати. Кидім кеудешені, шалбарды және куртканы. Тағышшайна фиссаати самина. Кешкі асты біз сағат 8-де жедік. Хатил аша айютухал хадима. Қызметші ел, бер бізге кешкі асты. Джитал яумул хамис. Минар кутаб фиссаати санияти ашар. 4-ші күні келдік мектептен сағат 12-де. Абағда қалилан ражаат ухти Айшату айдан мин куттабиха. Менің әпкем Айшада қайтып келді, аздан кейін қайтып келді мектептен. Ва канат хия акбару минни. Ол үлкенірек менен жас жағынан. Ва канат тухиббуни касиран. Ол мені жақсы көреді қатты. Ва фиссаати саминати тақаддамат лана уммул ғада. Сағат 8-де, бізде сағат 8 емес, сәния болу керек. Сағат 2-де дайындады, алып келді анам түскі асты. Өткені сағат 8 болса ол кеш болып кетеді. Бұл жерде сәния болу керек, біз сәмәнияда жүрген. Фаламма акална харашту ана маа аби иля суқ ва бақият Айшату фил байт. Тамақ жеген кезімізде, біз тамақ жеп болғаннан кейін шықтым, менімен бірге әкем базарға шықты. Мен шықтым және менімен бірге әкем базарға шықты. Ал Айша болатын болса, қалды үйде. Вабақат Айша фил байт. وفي السوق اشترى لأبي تربوشا وصدرة وبنطلون ولأختي عائشة قطعة قماش لتخيط لها أمي قميصا. Базарда сатып алды маған әкем бас киім және кеудеше шалбар сатып алды. Ал әпкем Айшаға
сатып алды, бір матаның бөлігін сатып алды. Анам оған көйлек тігу үшін. واشترينا أخي الصغير فريدا فرسا من الخشب وفي الساعة الخامسة رجعنا إلى البيت وأعطينا عائشة قماشها وفريدا فرسه. Және сатып алдық біз кішкентай ініме Фаридке атты ағаштан жасалған. Сағат 5-те біз қайтып келдік үйге, және бердік Айшаға оның матасын, Фаридке оның атын бердік. 36-шы тәмрин қазақша сөздерді арабшаға аудару. Шалбар банталон, сирваль деп айтуға болады. Көйлек қамис, мата қумаш. Бұл шалбар ұзын. Хаза банталон тауил. Бұл бешпет тар. Хаза садратун дайықа. Мына мата қымбат. Хаза қумаш ғал. Бұл жаңа шалбарымды бер. Аъти банталон жадиден. Жаңа көйлегімді ки. Инза қамисын жадиден. Жаңа шалбарымды кидім. Лабисту банталон жадиден. Бұл менен үлкен. Хаза акбару минни. Бұл менен кішкентай. Хаза асғару минни. Мен Фаридтен кішімін. Ана асғару min Faridin. Min Faridin sinnan. Ana asgharu sin Faridin. Min Faridin. Sen Фатимадан үлкенсің. Анта акбару мин Фатима. Бұл менің анам. Хаза умми. Хазихи умми. Сағат 8-де кешке тамақ жедік. Фиссаати самина тағашшана. Фарид күртешесін шешіп жатыр. Фарид янзау Фаридан صدرتك دراعتك. فريدا ينزع دراعتك. Кешкі тамақты алып кел, ей қызметші әйел. Я айятухал хадима. تقديما عشاء.